Енді еркін түсуге бір мысал келтірейік. Бір дене 4 секунд бойы еркін түседі. Сұрақ, соңғы жылдамдығымен алған жолын табу керек. Енді соңғы жылдамдықты табу үшін формуламызды еске түсірейік. Формуламыз G көбейтілген T. Есеп шарты бойынша бізді G-ді 10 метр секунд квадрат деп алуға болады. Орнына қоятын болсақ, 10 көбейтілген уақыт 4 секунд болады, 40 метр секунд. H-ты табу үшін H формуламыз 1 бөлінген 2 GT квадрат, 1 бөлінген 2 GT квадрат. Енді орнына қойық. 1 бөлінген 2, G-міз 10-ға тең, T-міз 4, 4-тің квадраты. Енді қарайық. 4-тің квадраты бізде 16, 16-ны 10-ға көбейтсек 160, 162-ке бөлсек 80. Жауабымыз 80 метр.